Балаңыз барлық әріптерді таниды, бірақ қосып оқи алмайды. Осы мәселе сізді алаңдатса, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздерге балаларға әріптерді оқыту барысында қандай қателіктер жібермеу керектігі жөнінде айтатын боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Балам барлық әріптерді таниды, бірақ қосып оқи алмайды. Көбіне ата-аналар қателік жіберіп жатады. Ендеше қандай қателіктер жібермеу керек? Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бірінші жіберілетін қателік: баланы ерте жастан бастап оқыту. Баланы оқытуға ең қолайлы кез 5-6 жас. Осы уақыт аралығында бала психологиялық тұрғыдан оқып үйренуге дайын болады. Екінші жіберілетін қателік: әріптерді дұрыс атамау. Бала шала естіп, еркелікке салса да, әріптерді дұрыстап, туралап айтқызуға тырысыңыз. Үшінші жіберілетін қателік: әріптерді оқуға әртүрлі уақыт бөлу. Мектеп жасына дейінгі балаға сағаттап үйреткеннен гөрі күн сайын 10-15 минут уақытыңызды арнағаныңыз жөн. Төртінші жіберілетін қателік: әріптерді толық жаттамай жатып оқуға көшу. Егер сіздің балаңызға әріптерді оқу қиындық тудырып жатса, сол әріпті үлкен естіп бастырып шығарып, боятыңыз, немесе құрастырғыш ойыншықтардан сол әріпті құрастырып көрсетіңіз. Менің каналымда әріптерді тез меңгерудің 5 жол атты видео бар, төменге сілтемесін қалдырамын. Келесі тақырыбымызда баланың түсінігін айта алмауының негізгі себептері туралы айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздер жалғастырамыз. Бесінші жіберілетін қателік: баланың деңгейін ескермеу. Балаңыз барлық әріптерді таниды, бірақ қосып оқи алмауы мүмкін. Бұл уақытта асығыстық танытудың қажеті жоқ. Балаңыздың деңгейіне сай тапсырмалар бергеніңіз жөн. Сол кезде нәтиже шығары сөзсіз. Алтыншы жіберілетін қателік: ата-аналардың барлығы дерлік 42 әріпті жаттатып, содан соң ғана буындап оқуға көшеді. Бұл дұрыс емес. Егер сіз 2 әріп үйретсеңіз, сол 2 әріпті буындап оқуды үйретіңіз. Бала 1 буынды сөздерді жақсы меңгерсе, 2 буынды сөздерді, 3 буынды сөздерді солай тапсырманы күрделендіре бергеніңіз жөн. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.